Достар, арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер және видеоларды басқалармен міндетті түрде бөлісіңіздер. Осылай қолдау білдірген адамға Алла Тағала үйіне және өміріне, істеріне мол береке берсін. Бірде Алла Тағала Мұса алейхиссаламға екі теңіздің қосылған жерінде ерекше білім қонған бір құлының өмір сүретінін білдірді. Мұса пайғамбар алейхиссалам ол кісімен жүздескісі келетінін білдіргенде, дорбаңа тұздалған балық сал да терістікті бетке алып жүре бер. Ұзақ жүргеннен кейін дорбаңдағы балыққа жан бітіп, көзден ғайып болады. Сол жерге аялда. Екі теңіздің қосылған жері сол арада. Іздегеніңді сол жерден табасың деген уақи түсті. Хазіреті Мұса алейхиссалам айтылғандарды екетпей дереу жолға шықты. Көп жүріп, бір теңіздің жағасына жетті. Сәл аялдап көшірімін алмақ болады. Оянса, дорбасы босап қалған екен. Дорбасындағы тұздалған балыққа жан бітіп теңізге жүзіп кетіпті. Ал анадай жерде біреу теңізге қарап отыр екен. Мұса алейхиссалам іштей, екі теңіздің қосылған жерінде мекендейтін ілім иесі сірә осы болса керек деп топшылады. Анығында ол Қызыр алейхиссалам еді. Барып сәлем беріп, өтінішін білдірді. Мен Мұсамын, сізге ілім үйренуге келдім. Бір шама уақыт жолдас болуға рұқсат етіңіз дейді. Менімен жолдас болуға шыдамың жетпес, дейді бейтаныс. Қолымнан келгенше сабырлы болуға уәде беремін, деп тағы да өтінген соң, олай болса менен ештеңе сұрама, сонда ғана екеуміз жолдас бола аламыз, деген жауап алады. Мұса алейхиссалам ризашылығын білдірді. Екеуі жолға шықты. Ұзақ жүргеннен кейін бір кемеге мінді. Кеме иесі Қызырды танығандықтан ақы алмады. Біраз жүргеннен кейін Қызыр алейхиссалам қолына ара алып кеменің қоймасына түсті. Арамен кеменің тақтайларын аралай бастады. Аздан соң су жиналып, кеме бір қырына қисайып қалды. Мұны көргенде Мұса алейхиссалам шыдамай, «Мұныңыз не? Еш ақы сұрамаған кісілердің кемесіне қастандық жасағаныңыз қалай?» деді. Сонда Қызыр алейхиссалам, әлгіндегі уәден қайда? Мұса алейхиссалам дереу кешірім сұрады. Шынында да ол уәдесін ұмытып кеткен екен. Осы кезде олардың көз алдында кішкентай бір құс келіп, теңізге тұмсығын батырып су ішті де қайтадан ұшып кетті. Мұны көргенде Қызыр алейхиссалам Мұса пайғамбарға қарап, Алланың ілімінің жанында біздің білгеніміз жаңағы құстың тұмсығына жұққан судай да емес, деді. Ұзақ жүріп кемемен жағаға жетеді. Екеуі әрі қарай сапарын жалғастырады. Бір уақытта алдарынан бір топ ойын баласы кездеседі. Қызыр алейхиссалам ойланып жатпастан әлгі балалардың біреуін өлтіріп тастады. Бұл жолы Мұса алейхиссалам тағы да ашуланды. Баланы жазықсыздан жазықсыз неге өлтірдіңіз? Жол бойы менен ештеңе сұрамауды ескертпеп едім. Онда кешірім өтінем, соңғы рет тағы рұқсат етіңіз, дейді Мұса алейхиссалам. Екеуі тағы жүріп кетті. Жүре-жүре бір ауылдың үстіне түседі. Бірақ жолаушыларды жан баласы қонақ қылмайды, не тамақ бермейді. Екеуі шарасыз кетіп бара жатқанда құлағалы тұрған бір қабырғаны көреді. Қызыр алейхиссалам қораны түзетіп, қалпына келтіріп қояды. Мұса алейхиссалам, бұл ауылдағылар бізді не қонақ етпеді, не үйлеріне қондырмады, ал сіз танымайтын біреудің қорасын жөндедіңіз, деп ренжиді. Бұны естігенде Қызыр алейхиссалам уағдасын орындамаған үшін Мұсамен осы жерден қош айтысатынын білдірді. Сөйтті де оған түсініксіз көрінген істердің мәнісін былай түсіндірді. Әуелі кеменің тақтайларын кесіп, кемені сәл қисайтып қою арқылы кедей-кепшіктің жағдайын ойладым. Себебі ол атрапта ашық теңізге шығып, кеме тонайтын қарақшылар бар еді. Олар бүтін кемеге ғана тиісетін. Баланы өлтіру себебім, оның әке-шешесі өте жақсы кісілер еді. Ал бала бұзақы болып өсіп келе жатты. Кейін өскенде ата-анасына күн көрсетпейтін қанпезер болмақ еді. Алла Тағала ата-ананы аяғандықтан баланы менің өлтіруімді қалады. Бұзылған қораны жөндегенім ол негізі екі жетім баланыкі еді. Қабырғаның астында балаларға тиесілі қазына болатын. Қабырға құласа қазынаны жұрт талап кететіндіктен Раббым екі жетімнің мирасын өздеріне сақтағысы келді. Мен
екі бала ержеткенше ашылмайтындай етіп қазынаны көміп кеттім. Әй Мұса, мұның бәрін мен істегенмен анығында бір Алланың әмірімен жүзеге асты деп түсіндіріп, жолдастығын осы жерден аяқтайды. Қымбатты көрермен, арнаға міндетті түрде тіркеліңіз және лайк басып, видеоларды міндетті түрде басқалармен бөлісіңіз. Қолдауыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз.